Азаматтардың жекелеген санаттарына төленетін әлеуметтік төлемдер жайлы қалалық коммуникациялар қызметіндегі брифингте айтылды. Бүгінде қаламызда әлеуметтік төлем азаматтардың 37 санатына төленуде. Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекеленген топтарына әлеуметтік көмек азаматтардың 37 санатына қарастырылған. Оның ішінде Ұлы Отан соғысына қатысушылар, Ұлы Отан соғысының мүгедектігі бар адамдарға және оларға теңестірілген адамдарға, әлеуметтік мәні бар аурулармен ауыратын адамдарға, мүгедектігі бар адамдарға, аз қамтылған азаматтарға, жетім балаларға, ата-анасының қарауынсыз қалған балаларға, 12 аптаға дейін есепке тұрған жүкті әйелдерге, бас бостандығынан айырылу орындарынан босатылғандарға және өзгелерге. Бұдан басқа әлеуметтік көмек кейбір азаматтарға мерекелік күндерге байланысты да беріледі. 8 наурыз халықаралық әйелдер күні мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті алушы болып табылатын көп балалы аналар 5 айлық есептегіш мөлшерінде әлеуметтік көмек ала алады. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі мерекесі күніне ақталған азаматтарға 10 айлық есептегіш көрсеткіш мөлшерінде көмек қарастырылған. Социалистік еңбек ері 3 дәрежелі даңқ, 3 дәрежелі еңбек даңқының ордені иегерлеріне 10 атаулы есептегіш көрсеткіш мөлшерінде. Қазақстан еңбек ері халық қаһарманы атағына ие болған адамдарға 10 айлық есептегіш көрсеткіш мөлшерінде. 7 мамыр отан қорғаушы күніне Иракта және Тәжікстан, Ауғанстан учаскесінде ұрыс қимылдарының қатысушыларына 150 мың теңге мөлшерінде. Бейбіт уақытта әскери қызметін өткеру кезінде қаза тапқан, қайтыс болған әскери қызметшілердің отбасына 150 мың теңге мөлшерінде. 9 мамыр жеңіс күні. 9 мамыр жеңіс күні Ұлы Отан соғысын қорғаушыларға 2 миллион теңгеден, басқа мемлекеттердің аумағындағы ұрыс қимылдардың қатысушылары және жеңілдіктері бойынша Ұлы Отан соғысына қатысушылармен теңестірілген азаматтардың жекеленген санаттарына 30 мыңнан бастап 150 мыңға дейін көмек көрсетіледі. Ата заңымыз қабылданған күні Конституция күніне арнап та әлеуметтік төлемдер жасалынады. 18 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға 20 айлық есептегіш көрсеткіш мөлшерінде көмек көрсетіледі. Қазақстан Республиканың колледждерінде ақылы негізде біліп алатын мүгедектігі бар адамдар, балалар енді, студент балаларға 30 айлық есептегіш көрсеткіш мөлшерінде жылына 1 рет осындай көмек көрсетіледі. Егерде мүгедектігі бар балалар жоғары оқу орындарында оқитын болса, ақылы негізде оларға 60 айлық есептегіш көрсеткіш мөлшерінде көмек көрсетіледі. Әлеуметтік көмекпен мүмкіндік шектеулі адамдардың жүріп тұруына көмек беретін адамдар да қамтылған. Бірінші топтағы мүгедектердің көбі жалғыз өздері жүріп тұра алмайды. Сондықтан ол адамдар қасында жеке көмекшісін ертіп жүреді. Сол жеке көмекшіге 55 айлық есептегіш көрсеткіш мөлшерінде 174.900 мың теңге жыл сайын біз беріп отырамыз. Мына мүгедек санаторийге барған мезетте. Сонымен қатар мүгедектігі бар адамдағы аймақтық, республикалық, халықаралық жарыстарға дайындалу үшін 15 айлық есептегіш көрсеткіш мөлшерінде төлем бөлінген. Ол 47.700 теңге. Бізде енді көптеген мүгедектігі бар адамдар үйде отырып қалып жүрген жоқ. Олар осы спорттың әр түрлерімен шұғылданады. Ол кісілерге үкімет тарапынан осындай біз көмек көрсетеміз. Өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларда мемлекет қамқорлығына алынады. Табиғи апаттың немесе өрттің салдарынан өрт оқиғасы немесе табиғи апат орын алған жердегі азаматтарға, отбасыларға әлеуметтік көмекке өмірлік қиын жағдай туындалған кезден бастап 6 ай ішінде өтініш жасағандарға 100 айлық есептегіш көрсеткіш шекті мөлшерінде арнаулы комиссия шешімі бойынша көмек көрсетіледі. Ол мысалы өрт болған жағдайда сол үй-жайы жанып кеткен адам 6 айдың ішінде бізге өтініш беру керек. Сол өтініш мысалға әкімшіліктің мысалға әкімнің орынбасары
басқаратын арнаулы бізде құрылған комиссия бар. Сол комиссияның қарауына салынады дағы, сол комиссияның шешімі бойынша үй жағдайын көріп, мысалы қаншалықты өртті есептеледі дағы, мысалы қаншалықты зиян келгендігі. Енді ең үлкен мөлшері 100 айлық есептегіш көрсеткіш 318 мың. Жалпы айтқанда жылдың алғашқы 10 айында әлеуметтік көмекпен 5397 адам қамтылған екен.